Достар, егерде пенсионный фондтағы артылған ақша бар болса, сол ақшаны бірінші қалай бөлуге болатынын, және де екінші ол ақшаны ЕНПФ отбасы деген сайттан қалай шақыруға болатынын қазір мен сіздерге қысқаша видео нұсқаулықты беремін. Қабыл алыңыздар. Бұл кісінің видеоға түсірілген кісінің стоматологияға шақырып жатқан ақшасы. Сумма отложена при единовременном удержании ИП и сумма доступная при отложенном. Так, значит, он алтыжылда егерде біз алып төлейтін болсақ, онда мынаны істейміз. Все түсінікті, қандай сумма бізге керек екен. Енді қайтып келеміз платформада. Платформада мына жерде дұрыс емес болды. Обновить. Так, причину указана в комментарии, отказали. Енді қайтадан береміз тапсырысты, подать заявку. Подать заявку деп басамыз. Мынаның ішінде собственные средства. Я ешкімге бермейміз ғой. Так, мына жерде выбираем цель. Выберите цель. Цель выбирайте тек. Здоровье, стоматология. Мына жерде біз 800 теңгені шақырайық. Мына жерде ежемесячно размерін жаңағы айтылған нәрсе. Сіз мынаны істеген шығарсыз. Мынаны істеген шығарсыз, единовременно в полном объеме деген. Мынаны таңдау керек еді. Мынаны. Сол кезде сізде не келмейтін еді. Мына жерде сформировать заявку дегенді басамыз. Мына жерге обязательно барлығына қол қойып шығуымыз керекпіз. Подписать ЕЦБ. Подписать ЕЦБ. На рабочий стол қоймыз. Так. Подписать ЕЦБ әрсаны басамыз. Осы жерге қазір пароль кетеді. Подписать етейік. Енді былай шықты қорқыныш жаңағынан қызылмен жаңға. Енді екіншісін жазып басамыз. Қол қоямыз бұғанда. Әрсаны қайтадан басамыз. Пароль қазір. Подписать дегенді істейміз. Болды, енді мына жерде жазып тұр. На данный момент идет проверка наличия счета в банке уполномоченного оператора. Мына қараңыздар. Заявканы, мои заявканың ішінен тексерейік. Мына стоматологические услуги деп тұр. Идет проверка наличия спецсчета, срок проверки данного вручения. Осының алдында клиент уже жасады, бірақ пенсионный фонд отказ жасады. Өйткені қатемен жасаған бұл кісі. Енді бір-екі күннен кейін тексерейік, ЕПГ счетқа ақша түсу керек. Міне достар, мына приложение кіргеннен кейін осы счетқа ақша түсу керек. Осы счетқа ақша түскеннен кейін барып, мына жерде